Кыямет тууралуу тақырыпта таң қалып атсыңдар. Қалай ол, кім барып кепті, мүмкін емес деген сөздер айтасыңдар. Бір, екіншіден, ва татхакуна, күлесіңдер дейді, қараңыздар. Күлесіңдер. Кім ол? Қалай ол тірілтеді Алла Тағала бізді қайтадан деп. Вала табкун. Қияметтің сондай қиын күн екендігін естіп атсыңдар, күліп атсыңдар дейді. Қияметтің сондай қиын күн екендігін естіп атсыңдар, жыламайсыңдар дейді. Ва антум самидун, мәз-мейрам, ойнап, күліп жүрсіңдер дейді, қараңыздар. Азаптан құтылу үшін дейді, мысалы, белгісі келеді. Сонда баласын бере салғысы келеді екен. Ойынан жасайды Алла Тағала. Балаңды болса бере саласың ба десе, баламды бере салам дейді. Өзім аман қалсам болды. Әйеліңді ше, әйелімді де бере салам, тек құтылсам болды. Бауырым ше туған, бауырымды да бере салам. Қараңыз, адамның құнын қараңыз қиямет күні. Құр үрлеп, нығметпен үрлеп, шар болып жүрген адамдар дүниеде болды. Қияметтегі қараңыз қалай, қандай нәрсе жасап жатыр. Әйелін, баласын, анасын, әкесін, түгел нәрсені. Ва фасилатихи лати туви. Мына сөзге қараңыздар, тіпті қорқыныш, бүкіл руын толық бере салғысы келеді екен да. Мен құтылсам тек деп. Жердегілердің барлығын тозаққа сала салсақ, сен құтылсаң қалай десе, түгел салып жібергісі келсе салады екен. Алла Тағала айтты, кәллә, әсте олай болмайды саған. Әсте саған ондай мүмкіндік берілмейді да. Иннаха лаза, әні тозақ сені күтіп тұр. Жалындап тұр саған қарай. Нәззағатан лишшауа, ана теріңді сыпырады қазір.